Кеше бір бауырымыз келіп, мынау иншалла Алланың разылығы үшін деп атап бір кісі. Қайдан бер? Баракалла. Қанша кел адам болады? 15. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. Бұл қайырымдылығымызбен тоқтап қалмаймыз. Алдағы уақытта бұл қайырымдылығымызды бұдан ары қарай жалғастырамыз деп едік. Аллаға шүкір, бұл да соңғысы емес. Әрине, міне қасиетті Рамазан айы баршамызға құтты да, қайырлы да, берекелді болсын. Рамазан айының соңғы 10 күндіктің соңғы күндерінде тұрмыз. Алдымыз айт келе жатыр. Баршаларыңызды кіріп келе жатқан мұсылманның мерекесі, ораза айт мерекесімен Алла қаласа құттықтаймыз. Елімізге Алла тыныштығын, амандығын, заманымыздың тыныштығын берсін. Бұл енді мешіт бұл көпір секілді. Халықтың қаражатын халыққа жеткізіп беру, халықтың аманатын халыққа жеткізу біздің мойнымыздағы міндет болғаннан кейін, осы бір ай бойы көпшіліктен жиналған мына пітір ақымыз бар, қайырымдылығымыз бар, қайырымды жандардың өзінің тағы қосқан үлестері бар. Осы аманатты бүгін сіздерге табыстамақшы отырмыз. Аз да болса көптей көрерсіздер деген жақсы ниетіміз бар. Бұл енді Алланың разылығы үшін беріліп жатқан игі іс-шара. Енді әркім әртүрлі түсіну мүмкін, бірақ ниетіміз Алла үшін. Өйткені мына мешіттің ісін көрсету халыққа бұл мақтаныш үшін емес, бәлкім қаншама халқымыздың бір есеп беретінде болса екен деген ниетпен осыны ұйымдастырып жатқан жеріміз еді. Аллаға шүкір, мына құрбандығымызда мына Алла тағалам садақа бәлені қайтарады, құрбандық Аллаға жақындатады деген ниетпенен құрбандықты да шалып, құрбандық етімен қоса таратуды жоспарлап отырмыз. Осыған енді үлесін қосқан әрбір азаматтарға Алла тағалам екі дүниенің жақсылығын берсін. Құран-ы Кәрімде «Хәл жазаул ихсани илля лихсан, фаби ай алай роббикума туказзибан». Жақсылықтың сыйы тек қана жақсылық деген, фастабихул хойрат, жақсылықта жарысыңдар деген. Әрбір момын мұсылманды, әрбір көріп отырған исі момын мұсылманның барлығын жақсылықтарда жарысуға шақырамыз. Иншалла бұл ізгі шарамыз бұнымен ғана тоқталмау керек. Біз бұдан ары қарайда жақсылықтарда бір-біріміздің, пайғамбарымыз айтқандай, бір мұсылманның қажетін шығарса, Алла оның қажетін шығарады. Қай бір мұсылманның жәрдемінде болса, Алла оның жәрдемінде болады. Қайсы бір мұсылманның айыбын жасырса, Алла оның айыбын жасырады деген. Сондықтан да біз мұсылмандар бір дене секілді, дененің бір шетіне ауырлығы білінсе, басқасынан білінгендей барлығына білінеді деген. Сондықтан да біз әрқашанда сіздермен біргеміз. Осыған дұға етіп қойыңыздар, себепкер болып жатқан адамдарға. Өйткені сіздердің дұғаларыңызға біз мұқтажбыз иншалла. Алла елімізге тыныштық, халқымызға амандық, дін исламға қуат берсін. Бұл енді мынау игі шараның басы қасында жүрген, осыған ұйытқы болып жатқан барша азаматтарға Алла тағалам екі дүние жақсылығын берсін. Тыңдағандарыңызға рахмет, Алла разы болсын. Амин. Аллаху акбар. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. Rabbim Allah бүгінгі күнімізді қайырлы да берекелді ет. Рамазанда ұстаған халқымыздың оразаларын қабыл ет, берген садақаларын қабыл ет. Әрбір шаңыраққа құт береке амандығында нәсіп ет. Бүкіл ауру, сырқаудан, жамандықтан сақтап, айдан аман, жылдан түгел, Құдай қаласа келер жылғы Рамазандарға 4 көзіміз түгел жетуге Аллахым өзін нәсіп етсін. Саллаллаху аля хойри хулқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин би рахматика я архамар рахимин. Қасиетті Рамазан айындағы жасап жатқан барша құлшылық амалдарымызды, ғибадаттарымызды
шалынып жатқан құрбандықтарымызды, беріліп жатқан садақаларымызды Раббым Алла қабыл болған құлшылықтардың қатарында қабыл еткейсін. Осыған кімдер үлес қосып жатқан болса, осыған кімдер әрекет қылып жатқан болса, баршаларының да малдарына, жандарына, өмірлеріне, кәсіптеріне, ұрпақтарына береке бергейсін. Беріп жатқан пітір садақаларын Раббым Алла беріп жатқан мына құрбандықтарын қабыл болған құрбандықтардың қатарында қабыл етіп, өзіңе жақын болған құлдардан болуымызды Аллахым өзің нәсіп қылғайсың. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, еліміздегі түрлі бәле жала, індетті, жамандықты, ауыртпалықтарды өзің я Раббым Алла осы жақсылықпен етіргейсің. Саллаллаху алейхи ва саллям. Бақытжан деген бауырымыз, Алла разы болсын.